Павлодарск ауылында ана тілі орталығының бастамасымен тілдік гэмплинг шарасы ұйымдастырылды. Оған мемлекеттік тілді үйренгісі келіп жүрген азаматтар қатысты. Толығырақ келесі сюжетте. Тіл керуені жобасы мемлекеттік тілді үйретудегі заманауи, ерекше дәстүрмен сабақтасқан әдістердің бір түрі. Осы жолы керуен Павлодарск ауылына ат басын тіреді. Тілді меңгеру әлбетте дәстүр, тұрмыс пен мәдениеттен басталады. Сондықтан бұл жерде қазақ тілін үйретуге барлық жағдай жасалды. Табиғатта өзін қалай еркін ұстау, қазақи ауыл, өзіміз көріп отырғандай, бауырсағымызда бар, самауырымызда, палауымызда барлығы. Сондықтан олар тек қана өзіне бір әсерін алу. Яғни қазақтың жақсы қасиеттерін көрсете білу, соны қабылдай білу, сосын мемлекеттік тілін үйрену, оқыту, насихаттау негізгі ісі. Бұл кешенді іс-шаралар, себебі біз қалалық саябақта өттік, жайлау деп, бүгін міне глэмпингіміз бар. Тіл керуені жобасы 2016 жылдан бері жұмыс жасайды. Осы 6 жылдың ішінде мемлекеттік тілді меңгертуде көптеген шаралар қолға алынды. Соңғы жылдары қазақ тілді үйренгісі келетін азаматтардың қатары да артты деп отыр жоба жетекшісі. Мәселен, Наталья Коленко тілдің негізгі базаларын 5 айда меңгерген. Бүгін біз демалып жатырмыз, және қазақ тілін үйреніп жатырмыз. Ауа райы жақсы, керемет, күн ашық, аспан таза, біздің жанында ертіс өзені ағады. Кез келген тіл сол халықтың мәдениеті мен тұрмысымен ұштасады. Сол себепті қазақтың ауылында киіз үйінде тілді үйренген тәсіл жобаның негізгі фишкасы. Қатып қалған кабинет, мәжіліс залы деген аудиториялар қарастырылмайды. Ақсу қаласында 2016 жылы Шолпан Доқтарбай қызының басшылығымен тіл керуені басталып кетіп еді. Енді өте жақсы жоба болды. Енді бүгін міне 2022 жылы бүгінгі күні этнотілдік глэмплинг бағдарламасына келіп отырмыз. Өте жоғары сапада өтіп жатыр. Бүгінгі шарада ақжаулықты әжелер ән айтып, қатысушылар бар өткен білімдерін ортаға салып бөлісті. Табиғат аясында тілдік глэмпинг осылайша қатысушыларға ұнады. Самал Қалиқызы, Дәулет Қошқарбаев, ертіс ақпарат.